бой жеткен бе немесе сері жігіт пе? Көретін уақыт келген сияқты шақырайық 6-шы маусымның жаңа қатысушысы. Келіңіз. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Жайғасыңыз, танысайық. Есіміңіз? Саламатсыздар ма? Қатысушылар, саламатсыз ба Балауса ханым? Қайырлы күн. Саламатсыздар ма қазақ елі? Есімім Барс, жасым 33-те. Кеше толып кеттім, кеше болды туған күнім. Құттықтаймыз, туған күніңіз құтты болсын. Енді құрметті көрермен, 6-шы маусымның жаңа қатысушысы Барыс. Және де көріп, кейбір бәлкім есіне түсіріп отырған жандар бар шығар. Үміткер болып өткен жолы Мариямға келген болатын. Мариям ханымға келген болатын. Ол кезде енді әңгімелеріңіз жараспады, үйлеспеді. Бірақ осы жолы қатысушы болып келдіңіз. Осы жолы бағын сынайын деп қатысушы болып келіп отырмын. 33-ке толдым дедіңіз, ал енді қай жақтың тумасысыз, барлығын өзіңіз жайлы ақпаратты айтсаңыз? Мен енді Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданы Таутүрген деген ауылдың баласымын. Бұрын сонда бағана айтып кеттім ғой, ажырасқан болатынмын. Бір қызым бар. Ажырасқаным 6 жыл болды. Қызым әке-шешеммен тұрады. Барс мырза, негізі біз қазір сұрамай қалғанымызбен келетін үміткерлердің ойында қызық болып сұрақ қалуы мүмкін. Яғни ажырасу себебі неде екен деген, соны білсек бола ма? Ажырасу себебі кішкене өтірік әңгіме көп болып бастады арамызда. Өтірік әңгіме көп болды. Бір-екі рет өтірігімен ұстап алдым. Соның кішкене ақша тыққандары бар. Үйде аяқ киім іздеп атып, коробкалардың арасынан ақша тауып алған болатынмын. Звондап хабарласып, сенікі ме деген кезде жоқ деген болатын, осы жұмыста болатын. Одан кешке қарай келгенге мойындады, менің ақшам деп. Ол бір қабат емес, бір-екі рет қайталанғаннан кейін, сонымен де басқа күдіктер туып бастады. Ол айтқан кезде қазір енді бірге тұрғаннан кейін, бірге бір нанды бөліп жеп отырғаннан кейін, ақша тығып атса, ертең тағы да өтіріктер басқа жағынан шыға ма деп. Сол себеп, анық себебі сол. Енді бірақ сәл түсінбей жатырмын. Енді бәлкім бір үнемдейін деп сізге айтпай жасырған шығар. Жоқ, енді Балауса ханым қалай үнемдейін деген кезде айту керек қой адам баласы. Бірге тұрғаннан кейін, егер бір саусағың қысылы болса қалай болады екен деймін да. Ертең күні сен менен ақша тығасың. Бүрсі күні тағы бірдеңені айтпай қаласың. Одан ары күні былай айтқан кезде енді әңгіменің шындығы керек. Ертең күні измена да болуы мүмкін ғой.